Армысыздар, құрметті көрермендер. Ресей, Қазақстан, Украинаға қатысты түрлі ақпараттарды жариялауды жалғастырамыз. Күні кеше ғана ресейлік сайттарда Қазақстанға келген ресейліктердің санына қатысты мақалалар шықты. Назар аударатын болсақ, сәуір, мамыр, маусым айында Қазақстанға 570 мың ресейлік келген екен. 570 мың, яғни жарты миллионнан көп. Бұл ресми статистика, бейресми одан әлдеқайда көп болуы мүмкін. 570 мың 3 айға бөлетін болсақ, енді орта есеппен қателеспесем 190 мың адамнан келеді. Яғни бір айда 190 мың ресейліктен келіп отыр деген сөз. Менің ойымша бұл өте ойландырарлық, өте көп сандар мен цифрлар. Әсіресе Қазақстан билігін, Қазақстан қауіпсіздік органдарын ойландыруға тиіс сандар, ойландыруға тиіс статистика. Себебі жарты миллионнан көп өзге ел азаматының келуі еліміздегі бір қатар мәселелерді күрделендіруі мүмкін, бір қатар қиындықтарды тудыруы мүмкін, және бір қатар қиындықтарды жаңадан жасауы әбден ықтимал. Біріншіден, 570 мың дегеніміз бұл еліміздің кейбір облыс халқының санынан әлдеқайда көп. Мысалы, солтүстікті алып қарайтын болсақ, біздің солтүстік аймақтарымызда халық саны 570 мыңға жетпейтін облыстар бар. Жаңадан құрылып жатқан облыстардың арасында да халық саны 570 мыңға жетпейтін аймақтар бар. Мысалы, Ұлытау облысы, қателеспесем, халқының саны 300 мыңға да жетпейді. Міне, бір облыстың халқының санынан көп ресейліктер 3 айдың ішінде 2022 жылдың екінші кварталында Қазақстанға келіп үлгерген екен. Олар Қазақстанда қанша уақыт тұрақтайды, Қазақстанда ұзақ уақытқа келді ма, қысқа мерзімге келді ме, оның барлығы әрине зерттеудің арнайы тақырыптарына арқау болуға әбден лайықты деп ойлаймын. Енді бұл 570 мың Қазақстанға келгеннен кейін қандай қиындықтар мен мәселелерді туындатуы мүмкін. Әрине, Қазақстан ол демократиялық мемлекет, яғни бүкіл әлем сияқты Қазақстан өзін демократиялық, либералдық қоғам санайды. Сондықтан шекаралар ашық, Қазақстанға келіп жұмыс істеймін, Қазақстанға келіп тұрамын дейтін азаматтарға рұқсат етілген. Дәл сол сияқты қазақстандық азаматтар да өзге мемлекетке барып жұмыс істей алады, тұра алады, білім ала алады, көшіп кетуіне де болады деген сияқты. Бірақ бір мезетте осыншама азаматтың келуі, өзге мемлекеттің халқының осыншама көп көлемде Қазақстанға қоныс аударуы менің ойымша өте көп сұрақтар туындатады, өте көп мәселелерді қиындатады. Біріншісі ол жұмыссыздық мәселесі. 570 мың адам Қазақстан нарығына 570 мың бәсекелес келді деген сөз. Ал 570 мың бәсекелес кемі бір 10-15%-ның өзі жұмыс тапты дегеннің өзінде Қазақстандағы біршама азаматтың, әсіресе қалалық аймақтарда біршама азаматтың жұмыссыз қалуына сеп болуы мүмкін, ықтимал. Сондықтан да ең біріншісі бұл жұмыссыздық мәселесін өршітеді деп ойлаймын. Бұл бір. Екіншісі пәтер ақысының қымбаттауына әсер етеді. Себебі 570 мың ұзақ мерзімге көшіп келсе де, қысқа мерзімге көшіп келсе де, тіпті Қазақстанда тұрақтап қаламын десе де, ең бірінші олар пәтер жалдап тұрады. Пәтер жалдап тұрады, әсіресе басым көпшілігі қалалық аймақтарға келгендер бұлардың. Сондықтан пәтер жалдап тұрғандықтан, қонақ үй жалдап тұрғандықтан олардың жаңағы Қазақстанда пәтер ақысының қымбаттауына сөзсіз әсер етеді. Ал бұл Қазақстандағы ең бір ауыр, бас ауыртып балтырсыздатар мәселелердің бірі пәтер деген. Себебі қазақстандықтардың, қалалық аймақтарда тұратын қазақстандықтардың көпшілігі өкінішке орай пәтер жалдап тұрады. Ұзақ жылдар бойы пәтер сатып алуға, немесе пәтердің бір бөлігіне қаржы жинауға тыраштанып жұмыс істейді. Сол аралықта олар пәтер жалдап тұрады. Тапқан таянғанның біраз бөлігін пәтер ақысына береді. Міне осындай азаматтардың жағдайы қайта қиындайтын болды. Себебі 570 мың адам ресейден келген, олар пәтердің қымбаттауына, пәтердің тапшы болуына әсер етуде. Қазірдің өзінде бұл қалалық аймақтарда сезіліп тұр. Әсіресе Алматы қаласында, өзімен де Алматы қаласының тұрғыны болғандықтан студенттер келіп жатыр. Оқу жылының басталуына міне 2 апта қалды. Алматы қаласында пәтер іздеп сабылған студенттердің саны көп. Барлығы дерлік, басым көпшілігі дерлік, өзіміздің қара көздеріміз қазақтар пәтер таппай жүр. Себебі Қазақстанда студенттер толыққанды жатақханамен қамтамасыз етілмеген. Алматы студенттер қаласы, студенттердің тең жартысы жатақханаға зәру, жатақхана жетіспейді, сондықтан еріксіз пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Ал пәтер іздесе, пәтер қымбат, пәтер тапшы. Оның бір себебі жаңағы сабылып жатқан, келіп жатқан тоқтаусыз ресейліктер. Бұл екінші туындайтын мәселе. Үшінші туындайтын мәселе ол
Қазақстанның ұзақ жылдар бойы басты ұлттық мәселесі болып келген мемлекеттік тіл мәселесі. Мемлекеттік тіл мәселесі өкінішке орай тәуелсіздікті қалпына келтіргеннен кейін соңғы 30 жылдықта біз шеше алмаған, билік шеше алмаған өткір мәселенің бірі. Енді 570 мың адам Қазақстанға келгендіктен кейін олардың барлығы сөзсіз орыс тілінде сөйлейді. Олардың барлығы қызметті орыс тілінде алады. Олардың барлығы қызметті орыс тілінде береді. Сондықтан мемлекеттік тілдің күрделі шешілуіне тағы да бір соққы болды деп айтсақ болады. 500 миллион орыс тілді азаматтың келуі мемлекеттік тілдің мәселелерін шешуге үлкен бір соққы болады. Ол сөзсіз. Тағы бір бұл жерде күрделі мәселе ол медициналық деңгейде алып қарауға болатын шығар. Яғни бұл жұқпалы аурулардың жаңағы тарау мәселесі. Ресейде соңғы уақытта коронавирустың өршуі қайта белең алды. Соңғы статистика назар аударатын болсақ, бір күнде 37 мың адамнан коронавирус анықталған. Коронавирустан бөлек жаңа штаммдар пайда болуда. Ол Ресей жерінде, әлемнің басқа бірде-бір елінде әлі тіркелмеген, бірақ Ресейде тіркелген жаңа коронавирустың штаммдары пайда болды. Міне осы штаммдар Қазақстанға келіп, жаңа ресейліктермен бірге Қазақстанға келіп, қазақстандық қоғамға қайта тарауы мүмкін. Бұл да үлкен қауіптің бірі деп ойлаймын. Тағы бір мәселе бұл жерде қылмыс мәселесі. Ұлттық қауіпсіздік деңгейдегі ол жаңағы біріншіден қандай азаматтардың келіп жатқаны жайлы бізде нақты ақпарат жоқ. Арнайы құзырлы органдарда бар шығар, бірақ қоғамға ол белгісіз. Олардың ішінде қандай деңгейдегі азаматтар бар, олардың бұрында қандай қылмыс жасаған, міне осының барлығы Қазақстан билігіне, Қазақстанның арнайы құзырлы органдарына қаншалықты белгілі екенін білмеймін, бірақ бұл үлкен сұрақ. Сондықтан да қылмыстың өршіп кетуі де әбден мүмкін. Және ең күрделі мәселе бұл жерде сепаратизм. 570 мың адамның ішінде барлығы дерлік Путиннің режимін жек көріп, Путиннің соғыс ашқан Украинаға деген агрессиясын айыптап келушілер емес. Олардың арасында арам пиғылмен, зиянды көзқараспен келгендері де әбден болуы мүмкін. Қазақстанның түрлі облыстарына ертең барып, түрлі деңгейдегі арандатушылық пиғылдағы бейнероликтер түсіру, арандатушылық пиғылдағы мәлімдемелер жасау, ақпараттар тарату, жалған жаңағы мақалалар жазу әбден мүмкін. Мысалы, белгілі бір жерге барып, қазақ тілді ортаның арасында шу шығарып, неге орыс тілінде қызмет көрсетілмейді, орыс тілділерді қысым жасауда деген сынды осындай бір арандату негізіндегі роликтер түсіріп, оны әлеуметтік желілерге, ресейлік сайттарға, Ресейдің арандатушы, пропагандашы Соловьев, Киселев, жаңағы Скобеева сынды тағы да басқалардың арнайы жаңа бағдарламаларына шығаруға тырысу әбден мүмкін. Сөйтіп Қазақстан мен Ресейдің арасындағы қатынасына сынақ ағу, немесе Қазақстан мен Ресейдің арасындағы саяси қатынасты ушықтыру сынды осындай бір іс-әрекеттермен айналысуы бек мүмкін. Ондай қауіпті жоқ деп ысырып қоюға болмас. Бұл біз көре білетін, біз біле білетін қауіптердің бірсыпырасы ғана, ал біз білмейтін арнайы қызмет органдарына ғана белгілі ондаған тіпті жүздеген қауіптер жасырынуы әбден мүмкін. Себебі келіп жатқан азаматтардың саны аз емес, 500 миллионнан көп. 500 миллионнан көп. Тіпті әлемде халқының саны 500 миллионға жетпейтін мемлекеттер өте көп. Сондықтан да тек қана бір облыстың санынан көп ресейлік емес, тіпті бір мемлекеттің халқының санынан көп ресейлік келді деп те айтсақ болатын шығар. Бұл бір. Екінші мәселе, бұл жерде қауіп мәселесі, ол соңғы уақытта Қазақстанда күдікті және күмәнді зерттеулер жүргізіліп жатыр. Соның бірі, мына Ресейдің астанасы Мәскеу қаласында 1996 жылы негізі қаланған ТМД елдерінің институты деген институт бар. Ол институттың бір мақсаты осы ТМД мемлекеттеріндегі орыс тілді ортаны және ТМД мемлекеттеріндегі көшіп барып уақытша жұмыс істейтін ресейліктердің жағдайын, әлеуметтік жағдайын, этникалық жағдайын зерттеу болып табылады. Міне осы институт Қазақстанда, Өзбекстанда, Молдовада және тағы да басқа мемлекеттерде зерттеулер жүргізіп жатыр екен. Арнайы анкета жасаған, ол анкетасын Google сілтеме арқылы сол орыс тілді ортаға және ресейліктерге таратқан. Оның сұрақтарына назар аударатын болсақ, өте бір арандатушы пиғылды сезуге болады. Сұрақтарында қазір міне өздеріңіз экраннан көріп отырсыздар, мынандай жолдар бар. Сіздің қазақ досыңыз бар ма? Сіз Қазақстандағы этникалық саясатқа қаншалықты қанағаттанасыз? Қазақстанда орыс тілді ортаға, орыс тілді азаматтарға қысым көрсетіле ме? Қазақстанға барған ресейліктер қандай мәселелерге тап болуда? Олар өз мәселелерін қалай шеше алады?
заңға жүгіне ала ма, Қазақстанда орыс тілін оқу қиын емес па, орыс тілі курстары бар ма, Қазақстанда қазақ тілінің мәселесі қаншалықты деңгейде, ол тұрмыстық деңгейде қолданыла ма, қоғамда көбірек қолданыла ма деген сынды осындай бір арандатушы сұрақтар бар екен. Бұл институт неге мұндай сұрақтар қойып жатыр деп тілшілер, журналистер институтқа хабарласқан Мәскеудегі. Олардың жауабы қысқа болыпты. 96 жылдан бері біз посткеңестік мемлекеттерде осындай зерттеулер жүргізіп келе жатырмыз. Мақсатымыз арандату немесе сынақ қағу емес, мақсатымыз ресейліктерге және орыс тілді ортаның жағдайы қаншалықты деңгейде деген зерттеуді жүргізу ғана. Сондықтан бұл жерде қандай да бір астыртын жаңағы жасырын деңгейдегі қауіп қатер жоқ деп осылай жауап беріпті. Бірақ бұған өз басым оншалықты сенбеймін. Неге? Себебі институттың анкетасынан бөлек институттың басшылығына назар аударатын болсақ, ТМД елдерінің институтының басшысы Константин Затулин. Константин Затулин дегеніміз Ресейдің мемлекеттік думасында отырған депутат, жаңағы ТМД мемлекеттері институтының басшысы. Ол соңғы уақытта Қазақстанға агрессиялық көзқараста сес көрсету негізіндегі мәлімдемелерді жасап келе жатыр. Сол мәлімдемелердің бірі Тоқаевтың Петербургте өткен экономикалық форумда Луганск пен Донецк сепаратистерін, Луганск пен Донецк бүлікшілерін, террористерін мойындамайтыны жайлы мәлімдемесінен кейін Константин Затулин бір күннен кейін сұхбат береді. Міне сол сұхбатында ол Қазақстанға сес көрсете мәлімдеме жасайды. Біз дейді, бізбен дос болғанға құшағымыз ашық. Бізге қас болғанға, бізді дос көрмейтін, бізге сес көрсетуге тырысатындарға біз әрине қарсы реакция береміз. Оны Украинадан көріп тұрсыңдар. Мысалы, қазіргі Қазақстанның солтүстік аймағы, қазіргі Қазақстанға тарихи негізде назар аударатын болсақ, ешқандай қатысы жоқ. Бізбен дос елдерге біздің территориялық мәселеміз жоқ, ал бізбен қас мемлекеттерге, бізге ала көзбен қарайтын мемлекеттерге біз тарихи негізде территориялық мәселелерді қоя аламыз деп осындай бір сес көрсеткен болатын. Міне осындай сес көрсеткен Затулин басқаратын институт Қазақстанда күмәнді зерттеу жүргізіп жатыр екен. Сондықтан да Қазақстанға келіп жатқан ресейліктердің саны және Қазақстанда жүргізіліп жатқан осындай зерттеулер біздің құзырлы органдарға, әсіресе ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінің комитетіне 2 есе, 3 есе, 4 есе қырағы болуға және сепаратизм, арандатушы пиғылындағы түрлі жаңағы мақалаларға, зерттеулерге Ресей тарапынан жасалып жатқан назар аударуға менің өз басым тиіс деп ойлаймын. Себебі бұл біздің қоғамның тұтастығы, біздің қоғамның татулығына кері әсер ететін іс-әрекеттердің бірі деп ойлаймын. Біз білетіннің біреуі ғана. Мүмкін біз білмейтін, біз сезбейтін, біз көрмеген, біз аңғармаған тағы да басқа көптеген зерттеулер және тағы да басқа көптеген мақалалар жазылып жатқан шығар, мәлімдемелер айтылып жатқан шығар. Сондықтан да Қазақстан қоғамы, Қазақстан билігі, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері қазіргі таңда қырағылықты арттыруға тиіс. Себебі келіп жатқан ресейліктердің саны ресми түрде 3 айдың ішінде 570 мыңға жетсе, бейресми одан да көп болуы мүмкін. Және олардың туындататын мәселелерін жаңа атап өттім. Жүргізіліп жатқан осындай күмәнді зерттеулер бар. Бұның барлығы біздің қоғамға өте қырағы болуға тиіс. Қысқаша айтқанда осы өзге де тақырыптарда, өзге де ақпараттарды өздеріңізбен бірге бөлісіп отыруға тырысамыз. Сау саламатта болыңыздар.